Мектеп бітіргеніңізге неше жыл болды? Так, 16 жыл, 17 жылға аяқ басты. Мен биыл 15 жыл болады биыл. 2005-те бітірдім. Нешектір ол? Қалай оқыдыңыз? Мойындау керек, үштер бар. Бірақ негізінде 4-5-ке оқыдым көп сабақта. 9 класстан былай қарай кішкене бостау бола бастадық қой, еркелей бастадық. Барлық жігіттерде болған шығар деп ойлаймын енді. Мен есімде жоқ қалай оқығаным. Әйтеуір үйтіп бітірдім. Бір қарасам Алматыға оқуға түспін соң. Қай пәндерден қиналдыңыздар? Мектептегі ұстаздарымызға мың алғыс. Қатты қинаған жоқ, өйткені өнер жағынан, спорт жағынан мектепте активист болдық. Мектептің кішігірім жұлдызы болғаннан кейін бе әйтеуір бізді сабақ жағынан қинаған жоқ. Менде жақсы көретін пән география болатын. Сол химиядан, алгебрадан соңғы жылдары қиындау болды. 9-шы сыныпқа дейін мен таза 4-ке оқығам. Геометрия, алгебрадан. Бірақ қазір есімде жоқ. Сақтар қойып тексеріп қоймай салады. Әдебиетті жақсы көретін негізі, қазақ әдебиетін. Мектеп білімі басыңызда қалды деп ойлайсыз ба? Әрине қалды. Мектеп Ол білім болмаса біз қазір жазуда, санауда білмес едік қой. Сіздерге сұхбат беріп отырмас та едік деп ойлаймыз. Мектептегі өте көп қалды. ОБТ тапсырдыңыз ба? Тапсырдым. Мен дәл проходной болды болдым. Қойшы Өзім солай ниеттенген. Ровно ма? Ровно. Мен де солай болды. 60 болды, сенікі 60. Ровно 40 алған. Біз бірінші жыл тапсырдық қой, 40 болды ғой. Ровно 40 балл алып кеткенсің ғой. Алтын белгілерін 27 балл алып, көздері ақты ғой. Біздің сұрақтарға дайынсыздар ма? Дайынбыз. Бірінші бөлім. Мектеп және мен. Бұл айналымда өнер иесінің мектеп қабырғасындағы білімі тексеріледі. Сұраққа жауап бере алмаған қонақ өзі туралы бір дерегімен бөліседі. Кел балалар оқулық өлеңінің авторы кім? Ыбырай Алтынсарин. Алтынсарин Ыбырай. Бірінші мен айттым ғой енді. Мә, тез айтып қою керек болса да. Мәссаған. Бірінші факт. Ұялшақпын. Факт көбісі білмейді негізі. Ішімде. Керек емес жерде ұялып қалады просто. Өте қатты. Қай материк барлық мұхиттармен жайылып жатыр? Евразия материк. Үсті солтүстік мұзды, мына жағы Атлант, асты Үнді мұхиты, мына жағы Тынық мұхиты. Уже Ғабиттің фактісі маған жарамайды, мен де ұялшақпын ғой негізі. Қой. Ұялшақпын негізі. Мен де сахнада ұялшақпын. Өмірде ұялмаймын негізі. Сахнада бір өзінің қасиеті бар ғой. Шыққан кезде қол алжу болады. Көп жерде көрсетем деп барған нәрсеңді толық көрсете алмай өзіме көңілім толмай шығатын кездер болады. Чехияның астанасы? Прага. Қалай істейміз? Әрине. Қол көрсетсек. Прага деп әрине мен кеттім. Менен кейін 2 сағаттан кейін жауап бердім ғой. Өнерге кеш келдім негізі. 27 жасында келдім. Өнерге дейін басымды сұқпаған салам жоқ негізі. Осы Алматы қаласының метро құрылысында да жұмыс істеппін ғой. Шахтер болып, май-май болып. Сол бір факт болсын. 3 қосылған 2 көбейтілген 4 неше болады? 20. 15. 12. Тоқтаңыз. 11 ғой? 11. Көбейтесің. Көбден болсам көбейттім ғой. Оқымаған білем. Одан кейін қосу болған екен. Жақшаның ішіне аласың да. 2 рет көбейт жердім мен. Кешігетінді айтшөз бір елге бәрі білсін. Онымен қазір әдетке айналдырып кішкене күресіп атқан нәрсе деп ойлаймын. Үйіне барсаң 40 минут күтіп бұл шықса қуанасың ғой. Есік алдында. Кешігем рас. Сәл сондай нем бар. Кейде топта жігіттер қайрат тұрғандар. Әсіресе қайрат дейді. Сен бізге сынақ үшін жіберген адамсың дейді. Әскерге жіберу керекпін ше қазір. Сен бізге сынақ үшін жіберген адамсың дейді. Енді балалар жігіттер күткенді датаға күтпейді, ұнатпайды да. Ал мен білмеймін, неғып солай болып қалады. Түсіп шығам дегенше солай болады. 15 минут көп көре ма? Абай айтқан 5 дұшпанды атаңыз. 5 нәрседен қашық бол дейді. Өсек, өтірік, мақтаншақ, енішек, бекер, мал таппақ. Мал шашпақ. Факт. Мен айта берейін ба? Бола ма ол айтса мен фактыны? Дос ретінде бір мақтай салайшы.
жүрегі кең да. Бұған жамандаған адамды бұған келіп сұрасаң мақтап тұрады да бұл ше. Сондай адам жек көру білмейді. Орфография нені зерттейді? Тілге қатысты емес пе? Не, телефоныңызды беріп тұрыңызшы. Тілге қатысты. Грамматиканы зерттейді ғой, иә? Орфографический ошибки деген бар ғой, иә? Жазуды зерттейді ғой. Почерк. Дұрыс. Жазудың дұрыстығын, иә? Сөйлем дұрыс. Иә, сөздің дұрыс. Сөйлемнің дұрыс жазуы. Не қайта бересің болсын, өзім бар ғой. Бір факт айтайын. Дәл осы саламда мен талантты емеспін. Ойлайды көбісі. Дауысы мықты, не деп. Мен жай негізінде пародист деуге болады. Көшіргенді. Мысалы, осы нәрсені мына әншінің, кез келген әншіні. Бас болсын, тенор болсын, альтина болсын. Көшіріп бер, мына мелизматикасын көшіріп бер десе. Қандай уақыт берсе де мен көшіріп бере аламын. Бірақ мен таланттымын деп санамаймын. Ол талантқа жатпайды, жоқ. Ол пародистке жатады. Орта жүздің биі кім? Орта жүздің биі Қазбек би. Қазбек, ой. Білесің бе, не есіме түсті? Көшелер есіме түсті, Алматын. Төле би, Қазбек би, Әйтеке биге секіріп кеткеніңіз. Жаңа айттым ғой. Өнер саласына келмей тұрып, біраз салаларға бас сұқтым деп. Соның бірі мемлекеттік салада да қызмет еткенбіз. 6 жылдай қызмет етіппін. Алматы облысында, қаласында. БТИ дейді ғой бұрынғы, қазіргі азаматтарға арналған үкімет болды ғой қазір. БТИ ЦОН деп атамыз оны. Үйге жаңағы техникалық төлқұжат жасайтын мекемеде қызмет басқармасының бастығы болған. Бразилиялықтар қай тілде сөйлейді? Бразилия. Қай тілде? Аргентина. Тілде сөйлемейді. Парагвай, Уругвай емес, Колумбия. Бразилиялықтар қай тілде сөйлейді? Қазақ тілінде? Қай тілде? Латин Америка. Португалия, бразилиялықтар. Парагвай, Уругвай. Португалия? Португалия тілінде. Бәсе кім Криштиану португалец қой? Бірақ кімдермен бір жақындығы бар да. Бір факт білем, көмектесейін ба? Бұл факт көбісі білмеу мүмкін ғой, мысалы, білмейді ғой соны. Отбасында 15-ші бала. Ең кенжесі әкесінің. Әкесінің ең кенжесі, 15-шісі. Құсамайым, 15-ші бала, иә? Ақтарының атасы кім? Ақтарының атасы дейді. Ақ тары деген, ол білмеймін. Қандай ол ақтар деген? Тары жемедік біз, ше? Білу керек біз негізі, мен ішінен білмейді екен. Тарыны кейін білдік қой. Шығанақ берсе. Факт бойымен салмағым сай емес. Сен жеңемді ойлап келгеннен кейін ба факттарымды бір ойластырып қарамаппын да. Факт мен әншімін негізі. Көбісі мойындамайды мен әнші екенімді, бірақ мен әншімін. Әндерім бар, ютубтан қарасаңыздар болады. Біраз ән жазып саламын. Гитарамен ән салған көрсеңіз. Гитара, домбыра 3 жасымнан тілім шыққалы бері әнге әуеспін. Музыкалық білім жоқ болса да, домбыра интернатында оқығам, домбыра классында 1 жыл ма, бірақ әншімін. Артқа қарай ұшалатын жалғыз құс. Кеттер. Үйрек. Сасқан үйрек артымен жүзейді деген соған арналмаған ба? Шымшыққа, қарлығаш. Жарғанат. Кішкентай. Құс, кішкентай. Калибри. Калибри ма? Шахтер болғанды айттым, не болғанды айттым. Факт. Бұл шахтер болып жүрген кезде көмектесейін ба? Көмектес. Студент қыздар сол кездерде 2007-2008-де бізде шай деген сусын шықты. Маған енді жарнама болып кете ма білмеймін. Сіздерге соның кришкасын ашу өте қиын болатын сол кезде. Шығып жүретін негізі сол шай ше. Содан бір студент қыздар келатқан, саламат жұмыстан шыққан, қолым кішкене сәл дымқылдау болып тұр ма, сәл майлау болып тұр дейді. Яғни қыз ашып беріңізші деп едім. Мына жерде бір примерно 2,5 сағат тұрғанын елестетейін. Өлше бүйтіп қатайып келіп бүйтіп ашып жіберейін деген ғой. Ашылмайды, сосын бұл жайлап бүйтіп бастай бастадым. Бәрі кезде қарасам, астыма жығып алып, мынаған түйіп отырмын ғой. Ашылман айтқан кезде енді жаман күлгем әйтеуір есімде. Ана қыздар да қоя беріңіз десем айтты да, тұр да қарап не істейді екен ол деп ше. Шелдеп тұрған шығар енді. Макси чайды басымен бүйтіп отырмын ғой барсын.
сол кезде киноның несін тапты, алып теріс қарап жерге кәдімгідей асфальтқа тастайсың крышкасынан. Тағы сол кезде ана үзіледі де ішіндегі жарылып бутылкасын ішіп үлгеру керек шашылып. олай емес. Сол кезде ана басындағы бір қатты пластмасса жарылады екен да, сол кезде ашу оңай болады. Кейін тауып алды оны. Студенттер тауып алды сол кезде. Екінші бөлім. Менің таным көкжиегім. Екінші айналымда жұлдыздардың таным көкжиегін анықтайтын боламыз. Сондай-ақ олардың логикалық ойлау қабілеттері де осы бөлімде ашылады. Ал жауап бере алмаған жағдайда өзінің жеке басына қатысты сауалға пікір білдіреді. Гамлеттің ғашығының аты кім? Гамлет. Білмеймін. Ойлан, табамыз қазір. Тілім ұшында тұр. Гамлет. Барлығынан шаршағанда не істейсіз? Барлығынан шаршағанда мен кино көріп, жатып алып. Әттең киноға уақытым жоқ, әйтпесе киноманмын. Жақсы көремін кино көріп. Барлығынан шаршағанда дем аламын мен. Басқа не істеу керек болды. Сёмга балығының қазақша аудармасы қандай? Бекіре. Жоқ. Қызыл балық. Қызыл балық дейді. Сёмга. Тоқтаңыз. Сөмге. Сізді соңғы кезде толғандырып жүрген мәселе? Сіз бар жанды жерден тидіңіз да. Көп толғандырып жүрген бар ғой, калькулятор керек. Негізі соңғы кезде енді мен өзім айтайын, әлем тыныштығы уайымдатады, негізі тыныштығы ше. Біраз мәселелерді көріп отырық қой мына. Қалған Аллаға шүкір қазақ елінде бәрі орынша ғой. Мені қазақтың эстрадасы уайымдатады. Өйткені қазақ эстрадасы жастардың идеологиясын бұзып жатқан сияқты көрінеді. Сапалы нәрсе шығармасақ, дамуымызға көптеген келеңсіз бытовой дейміз ғой, өмірдегі көп нәрселерді салып жатыр. Осы нәрсе біздің жастардың идеологиясын бұзып жатыр. Жас сәби. Есейген сіздер мен біздер оны саралап, жаңағыдай зерделеп, сүзбелеп алуымыз мүмкін, бірақ келе жатқан ұрпақ уайымдатады да, сол Майдаланып барады дейсіз ғой. майдаланғанда ол ертең өте мәдениетсіз сөйлейтін болады деп ойлаймын. Бізге қатты эстрада, әсіресе эстраданы, актерын да айтпаймын, басқа саласын да, вайнерін да, блогерін да айтпаймын. Эстрада әншілерін бір жақсылап жүйеге салып, бір заң қолдану керек сияқты деп ойлаймын. Ең жоғарғы әйелдер дауысы? Альт, сопрано. Сұрақты түсініп үлгермей қалсаң, сен неме өкіт? Бас, баритон, тенор, альт, сопрано. Бойыңыздағы қандай қасиет өзіңізге ұнамайды? Бойымда өзіме ұнамайтын қасиет өте көп. Ұнайтын қасиеттерден қарағанда қайсысын айтайын? Өздеріңізді көріп тұрған шығарсыздар. Ұмытшақтығым ұнамайды. Өте ұмытшақпын. Нумизмат деген кім? Нумизмат деген ше? Математик. Мен білмеймін. Математик па? Нумерологияға қатысты бір немес па? Сізге айтылған ерекше комментарий? Өте ауыр ғой. Жаман комментарийлар естігенсің ғой. Сен такой-то деген. Андай нәрселер бар, комментарий дегеннен шығады, андай. Сен басқа нәрсені айттырсаң, басқа жағынан саған андай жүйкеңе тиетін бір нелер айтып тұрады ғой. Бірақ қызықта күлесің да наған. Мысалы, асық, бұл өмір өтіп жатыр деген сияқты Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бар да. Соны бір досым салып қойған ғой. Өлең жолын ол андай өмірге қатысы жоқ та. Жаңағыдай, сен жақсылық жасауға асық, анаған асық, сен өліп кетпес бұрын мына нәрсені істеуге асық деген бір күшті өлең жолдары ғой, есіме түспей тұр. Мұқағали Мақатаевтың сөйтсе астына комментарийға асыққан шайтан сөйлеп жазған. Тақырыпқа дым қатысы шықты. $1 купюрада кім бейнеленген? $1. Франклин емес қой. Жоқ, кім ғой бұл жерде? Вашингтон ғой? Джордж Вашингтон, да? Франклин $100 ғой. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірде шыншыл болу керек деп ойлаймын. 200-ліктен қорқам. Ұнамайды 200. Футболдан келесі әлем чемпионаты қай елде болады? Футболдан келесі әлем чемпионаты Москвада болады ғой. Москвада болып кетті. Қазір айтам. Қытай емес, Жоқ, болады ғой. Москвада болды. Эстафетаны кім қабылдады? Токиода болады. Японияда. Украина, кажется.
қызық сен. Так. Сұрақ қойын екеуіңізге де, Катар. Катарда ма не? Катар, иә. Сөйтті ма не? Катар. Дохада бола ма сонда? Жанкүйеріңізге ғашық болған кездер болды ма? Жанкүйерлерге әлі ғашық болған не? Айтыңыз. Сондай сұрақ болған екен. Сүйем оның жанкүйерлерімді. Ондай болмайды. Шынымды айтсам, жанкүйерлерімді танымаймын, кім екенін. Титаник фильмінде Ди Каприо кейіпкерінің аты кім? Леонард. Не, Джек. Джек, давай қадет. Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Соңғы рет, екінші болма деген кітапты бір досым оқы сосын деп ролан берген ғой. Қуаныш Шонбайдың Бастаймын да ұйықтап кете беремін ше. Соған қарағанда ше. Екінші болма деген сөздің өзі маған қарсы болып тұрған сияқты ше. Всегда бірінші болатын сияқтымын ше соған. Мен не үшін күліп отырмын білесіздер ме? Мен де соңғы кезде жұмысымыз қатты көп па, ашамды ұйықтап кете беремін. Бір рет пойызға мініп бір жаққа барып, бас жағым оқымыстылар, кітап қой, бірақ біреуін де оқымағансың ғой. Ұйықтап барасың олар. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болып бекітілуіне ықпалын тигізген әйел кім? Неміс әйел ғой? Атын ұмытып қалдым. Оңбаған әйел ол ше негізі. Молодец, гүлдің бизнесін дамытып кетті десе. Қадап кетті ғой еркектердің бәрін ше. Танымаймыз ол кісіні негізі ше. Араласып көрмейміз. Егер сіз көрінбейтін қасиетке ие болсаңыз, ең бірінші қайда барар едіңіз? Көрінбейтін қасиетке ие болсаңыз, қай жерге барар едіңіз? Әлемде билеп отқан еврейлердің қасына барып, бүкіл заңдарын таза алған шығар екен. Көрінбейтін қасиетке дейді. Құдай сақтасын ғой. Көрінбейтіндер бір нәрсе дейді ғой негізі. Көрініп жүре берейік те, танымал болып. Sony компаниясының әйгілі ойын құрылғысы қалай аталады? Sony PlayStation. Брат. PlayStation оқып тастағансың ғой. Қолыңызда жоқ кез келген бір затты алу мүмкіндігі туса, не алар едіңіз? Последний модель Lexus қой бұл. Зат, ол көлік сондай нәрселер жата ма? Мақым көлік дей салайық. Көлікті өзі қандай құмар да. Разбирать етіп, біз өзіміздің мініп жүрген мәшинеміз. Ақымақ ішкен жегенін айтады. Мақалды жалғастырыңыз. Ақылды көрген білгенін айтады. Әдебиет. Әдей салдың ғой басында. Адеш? Адет бұл. Ақылдысың. Ана жерді ақылдысы бар екен. Журналистер тарапынан жиі қойылатын сұрақ. Болашақта жоспарыңызды айтыңыз. Қандай жоспарларыңыз бар деген? Жежін сұрақ е. Қандай жолмен адам еш уақытта жүрмейді? Жаман жолмен. Жүре береді ол бір жаман жолмен де. Тар жолмен. Адам негізі жүрмейтін жері жоқ қой. Бұл логикалық сұрақ е жаңағы. Қандай жолмен адам жүрмейді? Жол жоқ жермен жүрмейді. Жер асты жолымен де жүреді адам. Аспандағы жүрмейтін жер жоқ адамның ше. Құс жолымен. Құс жолы ғой, О, таптым. Құс жол деген бар ғой аспанда. Ата-анаңыздан алған ең жақсы қасиетіңіз? Ата-анамнан алған ең жақсы қасиет тәрбие. Негізі мен айтайын қазақылықты алған. Әйтсе Саламат Қарағандыда орыстардың ортасында өссе де. Орыстардың ортасы емес, Қарағанды қаласы ғой, орысша болған кезінде. Мен облысынан, ауылдан қазақтың қаймағы бұзылмаған, киелі арқаның ортасы, Жаңарқа ауданы туып өскен жерім. 3 бөлім. Мен әріптестерім жайлы не білемін? Бұл айналымда отандық шоу-бизнеспен тікелей қатысты қызықты сұрақтар қойылады. Бұл бөлімде бақ сынаушылардың шапшаңдығы есепке алынатын болады. Қайрат Нұртастың әйелі алғаш рет қай бейнебаянда бой көрсетті? Арман. Белгілі әнші Тоқтар Серіков қай жылы қай жерде дүниеге келді? 77 жылы. Жоқ, Тоқтар Серіков 76 жылы Аягөз ауданында. 77 брат. Семей облысы Аягөз ауданы 76-да. 77-де ма? 75 қой негізі ол кісі. 75 па? 75 қой. 2011 жылы Қазақстанда өткен 7-ші қысқы Азия ойындарының әнұранын орындап, факелді алып жүрген әнші. Ескендір Хасанғалиев. 2011 жыл дейсіз ба? Қысқы Азиядан ма? Тоқтаңыз қазір. Бекболат Тілеуханов емес.
тұра тұрыңыз. Сәкен ағамыз емес пе случайно? Жоқ, ол емес. Мен ұшында тұр. Мейрамбек аға емес, Жоқ. Роза Рымбаева. Роза Рымбаеваны айтайын деп тұр. Менің кумирім ол кішкентай кезім. Қазақ вальсінің королі кім? Шәмші Қалдаяқов. 1996 жылы үлкен сахнада Қарапима термесін орындаған әнші. Алмаман жолы. Кім соны? Алмаман жолы. Көкенің әні Алмаман жолы. Бәсе. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Жалғыз досым, ренжімеші әндерімен танымал орындаушы. Нұрболат Абдуллин. Ба? Ескі әнші ма? Төреғали Төрәлі. Жоқ, жалғыз досым жаңағы ән ғой мен айтып отқан, Жалғыз досым. Жоқ, ол соны Музарттың әні ғой. Жөн, соны бұрын айтқанша бұл. Тамара Асар. Иә, Тамара Асар. Ерке Есмаханның алғашқы жеке әнімен әнбаянын атаңыз. Саларман. Жоқ, Или бір ана цыган болып бұл шығады. Ерке деген топтан шыққан жоқ па? Топ санала ма? Жеке шыққан Кезде бір ән. Сол Асыл Арман ғой. Ол топтың әні ғой. Іңкәр деген топта. Дөсе шатас басқа әнге алып кетті сен. Деген ән ғой осы, дәрейдай ғой. Соны білмеймін, андымаппыз сол еркенше. Құрманғазыдан бата алған күйші кім? Дина Нұрпейісова. Кешу құрамында неше қыз өнер көрсетті? 12, 16, 645. Жалпы ма? Кешіңіздер. 9, 18, 20, 17, 15, 16. 19. Ой, болмайды ғой ондай банды. 14 емес алды, 20 деп айтылады едік қой. Сен енді секір деген кім бар саған? 18 деген 19 тұрады. 1993 жылы продюсер, тележүргізуші Баян Мақсатқызы қандай фильмге түсті? Алғаш Ғашық жүрек. Жоқ, не? Махаббат сансыз. Алғаш махаббат. Тұңғыш рет 2001 жылы Қазақстанның атынан Голливудта өткен көркем өнер конкурсына қатысқан топ. Топ бұл әнші топ па? Топ. Талпа ғой, короче. Талпа бар ғой. Не ғой? Ұлытау ма? Өзінің жерлестерін тауып алды мынау. Ерғали Абдраимов жігіттер тобын қашан құрды? 2001, 2002, 2003. Болды. 2019-дан 15 тап тастамай жатырмын ғой мен ше. Көңілдеріңізден шықты ма? Шықты. Біраз ойды жүгірттік. Күліп алдық біраз. Қандай сұрақ естеріңізде қалды? Катар есімде қалды. Сосын кейін көркем брат есімде қалды. Мен басында айтып кеттім ғой, қасиетім ше ұнамайтын. Жақын деп сен кәдімгідей. Өлеше сенен жиі хабарласып тұршы, бір күн маған қарап атың кім еді? Ғабит деп тұрмайды? Еркем бұған қойса енді деп па? Қатысушыларға 3 бөлім бойынша 30 сұрақ қойылды. Жалпы қорытынды ұпай 12-де 14. Бұл бағдарламада Ғабит Әбілдаев жеңіске жетті. Әрдайым IQ-ларыңыз жоғары болсын. Заманның дамуына үлес қоса беріңіздер. Білімді болайық. Дами берейік. Әрқашан даму үстінде болайық. IQ-да, EQ-да қатар жүрсін. Сіздермен бірге болған Меломен тобының лидері, әншісі Ғабит Бейбасұлы. Мүшесі деп айтса. Енді қалжың ғой, кете береді ғой. Бәрі лидер ғой жүрді үшеуі. Және де өздеріңізбен бірге болған досым, сахнаның майталманы, Экс-до мажор тобының экс-әншісі, отбасының 15-ші ұлы әкесінің кенжесі Саламат Сырттанбеков. Эстафетаны мен жолдам келіп тұр Роман Майғазиевқа және де Жанболат Найзабековке. Өйткені мен кішкене осындай логикалық, осындай IQ тақырыптарда өте ойлары жүйрік жігіттерді айтып отырмын. Сондықтан айтпаса үміткерлер өте көп. Осы Роман Майғазиев пен Жанболат Найзабековке жолдам келіп отыр. Мен келмей қалған екеуіне жолдаймын. Қайрат пен Роланға жолдаймын. Меломен тобын. Ролан кішкене ұйықтайды арасында қалған. Өй деп ұйықтап қалатыны бар. Қызық болады ол.